қазақ тілі мен мемлекеттік тілді әлемдік стандартқа сай келтіру деген сөз латын графикасына көшу арқылы қазақ тілінің қолданыс аясы кеңейе түседі. Себебі қазіргі таңда бүкіл ақпараттар тасқыны осы латын графикасы арқылы жазылған Еуропа халықтарының ағылшын тілінде, француз, неміс тілінде және басқа тілдерде жарияланған еңбектердің барлығы да латын әріптері арқылы және компьютер бүкіл IT технология осы латын графикасымен байланысты. Сондықтан да қазақ әліпбиін, қазақ жазуын латын графикасына көшіру бұл біздің жазуымызды мемлекеттік стандартқа, әлемдік деңгейге жеткізеді. Сонымен бірге біз латын графикасына көшу барысында қазақ жазуындағы мынау кейінгі кезеңде қолданылып жүрген кейбір сөздердің бірнеше варианттылығы, бір сөзді әртүрлі жазу, мысалы қыркүйек деп жазамыз ба, қыргүйек деп г-мен жазамыз ба, көкөніс, көгөніс деген сияқты айтылым мен жазылым арасындағы ерекшеліктерді біз қалай жазамыз? Сол сияқты кейбір сөздерді бірге жазамыз, бір сөздерді бөлек жазамыз деген мәселеде осындай туындаған сұрақтар латын графикасына көшу барысында бірізге түсіріледі. Сондықтан да латын графикасы қазақ жазуын әлемдік деңгейге көшіреді. Қазақ жазуы қазақ тілінің дамуына, қазақ тілінің мемлекеттік қолданыс аясының кеңеюіне ықпал етеді. Осы тұрғыда бүкіл еліміз болып, ғылыми қауым болып, жастар бір кісідей қолдап, өз үлестерін қосып жатыр. Біз латын графикасы арқылы болашаққа нық қадаммен баса береміз. Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасының тілдерді оқыту орталығы қазақ жазуының жаңа белесі латын графикалы қазақ әліпбиін меңгерту мақсатында бірқатар ірі жобаларын іске асыратын болады. Солардың ең бастысы бұл ересектерге арналған, мемлекеттік қызметшілерге арналған тегін оқыту курсы, тіл таным оқыту курсы. Курс аясында курс қатысушылары латын графикалық қазақ әліпбиінің негіздері туралы, латын графикалық әліпбидің негізгі емле ережелерін меңгеретін болады. Курс аясында жинақтаған білімдерін түрлі тапсырмалар арқылы, тест тапсырмалары арқылы бекітіп, жаңа графика негізіндегі диктант жұмыстарымен пысықтайтын болады. Нәтижесінде курс тыңдаушыларына сертификаттар табысталады. Бұл курс, тілтаным курсы қашықтан және онлайн форматында тегін ұйымдастырылатын болады. Тілтаным курсының негізгі сабақтар циклын Тіл-Ақтөбе KZ ресми сайтындағы қашықтан оқыту жүйесінен де оқып танысуға мүмкіндік бар. Тілдерді оқыту орталығының осы латын графикалы қазақ әліпбиін меңгертуге бағытталған ірі телевизиялық 2 жобасы да бар. Оның бірі бұл ересектерге арналған жаңа әліпбиді бірге үйренейік телесабақтар циклі және кішкентай бүлдіршіндерге арналған тіл дарын бағдарламасы. Армысыз құрметті көрермен, Рика телеарнасында латын әліпбиі мен оның өзіне тән ерекшеліктерін түсіндіріп үйрететін жаңа әліпбиді бірге үйренейік бағдарламасы өз көрермендеріне жол тартпақ. Тілдерді оқыту орталығы латын графикалық қазақ әліпбиін меңгертуде оқу әдістемелік қамтамасыз ету мақсатында курс тыңдаушыларына өз бетінше латын графикасын меңгеремін деген ниетті тұлғалар үшін жазылым оқулық құралын әзірлеп отыр. Бұл оқу құралында латын графикалы әліпби таныстырылып және де емле ережелерін меңгертуге бағытталған тапсырмалар жинақталған. Есімім Есмағамбетова Нұргүл Арғынбайқызы. Медицина университетінің үздіксіз кәсібилер даму орталығында оқытушы қызметін атқарамын. Бүгінгі таңда елімізде латын графикасына көшу мәселесі туралы нақты қадамдар жасалды. Бұл қадамдар біздің ата-бабамыздан қалған ежелгі өзіміздің қолданып келетқан графикаға қайта алып келеді. Атақты педагог Ахмет Байтұрсынов айтып кеткендей, қандай да бір ұлт өмір сүру үшін оның тілі,
берік болу керек. Сондықтан біздің осы латын графикасына көшкен нақты қадамдарымыз тіліміздің жаңғыруына, оның қайта бекітуіне мол себебін тигізеді деп ойлаймын. Соның ішінде медицина қызметкерлері, барлық медицина қызметкерлері өздерінің медицина саласындағы әртүрлі терминдерді, құрал саймандарды барлығын әлем бойынша осы латын графикасында жазып, оқып, үйреніп келеді. Сондықтан латын графикасына көшу ең әуелі осы медицина саласында жүрген дәрігер мамандар үшін, басқа да медицина саласының болашақ мамандары үшін қиын болмайды деп ойлаймын.